аларыңыз насыл ұлтым. Бізде енді көп үлкен адамдар, сондай бір өзінше бір күшті тұлғалар, Қазақстанның болашағы, еліміздің болашағы деп жақсы пікірлер, әңгімелер айтады. Мен де соған бір өз пікірімді, өз ойымды айта кетейін. Біздің болашағымыз өз қолымызда. Бірақ осылай кете берсек, әрине бұлыңғыр қазақшылыққа, тәңір жолына, тәңір дініне, салт дәстүрімізге келмесек, өзіміздің қазақ ұлтшылдығымызға келмесек, жойылу үстіндеміз. Бірден бір себеп, бірден бір оған бірден бір куә, ол біздің ұлдарымыздың тәрбиесі. 100% қазақтың отбасында ұл бала анасының тәрбиесінде соңғы 100 жылда. Біз білеміз Абай Құнанбаевты, басқа да апасының, әжесінің тәрбиесінде. Оларды қандай болған? Қысқасы, менің ұзын сөзім қысқасы, әңгімемнің тоқ етер түйіні, ер баланы атасы, әкесі тәрбиелейді. Ананың тәрбиесі, енді ананың қарғысы боқ, әкенің қарғысы боқ. Әкенің тәрбиесі ол нағыз тәрбие. Әкеге қарап, атаға қарап ұл өсер, анаға қарап қыз өсер. Кемеңгер ұлтымыз оны керемет білген. Қыз баланы әрине мәпелеп, алақанға салып, қанатта қақтырмай, тұмсыға тырға шоқтырмай, кәдімгі мәпелеп сөйтіп өсіріп, қонатын жаңағыдай баратын жеріне шығарып салып ұзатып жіберген. Ер бала ол анасының тәрбиесінде болмау керек. Ол әжесінің тәрбиесінде болмау керек. Қазір үлкен ұлтқа, ұлттың болашағына біз қиянат жасап отырмыз. Ол бала анасының тәрбиесінде 4 қабырғада, мекеменің 4 қабырғасында телефон, синий трактор көріп өсіп жатыр. Өздеріңіз ойлай беріңіздер, не болатынын.